Жаңызға сәлем достар, сіздермен Анаргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді Наполеон тортын бірге пісіретін боламыз. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, рецепті ұнаса міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызға сары майымызды үккіштен өткізіп, крошка жасап алатын боламыз. Майымызды осылай ұнға батырып істесеңіздер, майларыңыз еріп кетпеуі керек. Біздің сары майымыз міндетті түрде өте салқын болуы тиіс. Мұздап тұрған сары май болғаны жақсы. Сары майымызды өткізіп болғаннан соң ұн мен сары майымызды осылай біріктіретін боламыз. Қатты мұжбаймыз, жай ғана араластырамыз. Бізге ұсақ крошка керек емес, жай ғана араластырып алсаңыздар жеткілікті. Ыдысқа суымызды құйып, оның үстіне біраз қасық уксусымызды қосып, шым-шым тұзымызды, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы дайын болған сұйық массамызды ұнымыздың үстіне бөлеп отырып қосып, қамыр илейміз. Қамырды мен қолмен илемеймін, осындай күрекшенің көмегімен илейтін боламын. Қолымыздың жылылығымен біздің сары майымыз еріп кетуі мүмкін, сондықтан осылай күрекшемен иледім. Барлығын осылай біріктіріп, домалақ қамыр жасауға тырысамын. Осылай қарасаңыздар, қатпар болып өзі көрінеді. Қамырымызды дайын болғаннан соң пешевой пленкаға орап 40 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сүтіміздің кремін жасаймыз. Сүтімізді ысытуға қоямыз, бірақ ысытуға қоймас бұрын қантымызды, жұмыртқамызды, кукурузный крахмалымызды бір үлкендеу ыдысқа салып, жақсылап үшеуін араластырып аламыз. Сүтімізді ысытуға қойғаннан соң оны қайнатпаймыз, жай ғана ысытып, ысығаннан соң сүтіміздің бір бөлігін осы жұмыртқамызға қосып, араластырып, содан соң қайтадан отқа қойып, жақсылап тоқтамай араластырып отырып, крем дайындаймыз. Міндетті түрде тоқтамай араластырып отырыңыздар. Қоюланған соң оттан алып, сары майымызды салып, жақсылап араластырып, бетін пешевой пленкамен жауып, суытамыз. Қамырымызды ұзынша етіп созып, 10 бөлікке бөлеміз. Бөлінген қамырымыздың тек бір бөлігін алып қалып, қалған бөлігін тоңазытқышқа қайтадан салып қойып, тек бір-бірден алып жаятын боламыз. Өйткені қамырымыз жұмсарып кетуі мүмкін, сондықтан қайтадан тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Тек бір-бірден алып жаясыздар. Қамырымыздың астына пергамент қағазын төсеп жайсаңыздар өте ыңғайлы болады. Жайып болғаннан соң домалақ формамен кесіп алып, бетін шанышқымен басып шығамыз. Сосын қызып тұрған 200 градус пеште қызартып, пісіріп аламыз. Корждарымыз осылай әдемі болып, қатпар болып пісіп шығады. Көшелеріміз пісіп болған соң тортымызды жинай бастаймыз. Мен осылай кольцоның көмегімен жинадым. Кольцо болмаса, торттың өзін жай ғана жинай берсеңіздер болады. Корждың үстіне 1-2 қасық крем жағып, бірінің үстіне бірін қойып, тортты жинап аламыз. Ondan соң кольцомызды алып тастап, шетіне де жақсылап крем жағып шығамыз. Көшеден қалған қалдық қамырды осылай үгітіп аламыз, және оны торттың бетіне және жандарына жақсылап сеуіп, тортымызды әсемдеп алатын боламыз. Мінекей, осымен біздің өте дәмді Наполеон тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте қарапайым болғанмен өте дәмді торт. Рецепт ұнаса міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл.